тарихи күн. Шын мәнінде біздің тарихымызда мәңгі болып қалатын күн. Енді 15 наурыз күні Конституция күні болады. Президент мырза, біріншіден сізді бүгінгі референдумның сәтті өтуімен құттықтаймын. Мен жастардың белсенді өкілі ретінде осы бір ай көлемінде 4900-ден астам кездесу өткізгенімізді айтқым келеді. Және де 1,5 миллионнан астам жаспен кездестік. Сол кездескен жастарымыздың барлығы осы сіздің жасап жатқан өзгертулеріңізді қолдайтынын сеніммен айтқым келеді. Ризашылығымды білдіремін бүгін. Шын мәнінде мен бәрін көріп жатырмын. Белсенді түрде ат салыстыңыз. Сондықтан бұл құжат, басты құжат, ата заң